мағынасы жоғары, тарихы терең, мәртебесі жоғары мереке. Шынында да біздің азат ел болып, тәуелсіздікті аңсаған ата-бабамыздың армандары орындалған күн деп айтуға болады. Себебі алғашқы рет тәуелсіз егеменді ел болып, өзіміздің тұңғыш президентімізді сайлап, осы тәуелсіз жылдары қазақ елі қанша жетістіктерге жетті. Осы елдің бірлігінің арқасы, еңбектің арқасы, сол елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының жасаған үлкен еңбегінің нәтижесі деп айтуға болады. Өздеріңіз білесіздер ғой, алғашқы жылы елорда көшкен кезде қандай болды, қазір қандай. Міне елордамыз Нұр-Сұлтан қаласы бүкіл әлемге танымал, бейбіт сүйгіш жас азаматтардың, бүкіл осы тұрғындардың осы ыңғайлы болуына барлық жағдай жасалып, әсіресе жат отбасыларға көп мүмкіндік ашылып, армандары орындалатын қала деп айтсақ, біз қателеспейміз. Старшее поколение знает, как было на заре независимости, потом при переселении столицы и как сейчас. Открываются новые возможности, новые горизонты. Конечно, новые вызовы тоже перед нами стоят. По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича мы увеличили строительство доступного жилья. И как один из инструментов, вместе с казахстанской ипотечной компанией, мы договорились 1000 квартир предоставить именно людям, которые на передовой. И в этом году, в период пандемии, в период карантина, в период локдауна, первые, кто на передовой работают и дальше продолжают работать во благо наших жителей, во имя здоровья и жизни, спасают здоровье жизни людей, это врачи, которые вот среди вас стоят, передают свои знания, это учителя, тоже среди вас есть. Днем и ночью трудятся для общественной безопасности, чтобы сон был спокойный, чтобы люди по улице ходили спокойно, не переживали. Это полицейские, это работники департамента по чрезвычайным ситуациям, это наши работники культуры, работники спорта, социальной сферы. И сегодня для нас тоже радостный день. Хочу пожелать вам, каждой семье здоровья, счастья, побольше улыбок детей, и чтобы вы могли каждый из вас на своем рабочем месте трудиться во благо нашей страны, во благо процветания нашей столицы и укрепления единства и стабильности в нашей стране. Бағдарлама бойынша пәтер алып отырмыз, баспаналы болып отырмыз. Барлықтарыңызға осындай баспаналы болуды тілеймін. Рахмет елбасына, біздің президентке Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үлкен рахмет. Бірінші президент күні мерекесінде бізге кілтімізді табыстап, үйімізге кіргізіп жатыр. Үлкен алғыс білдіремін. Осындай бағдарламаға қатысып, осы пәтерге қол жеткізіп отырмын. Мен өте қуаныштымын. Осындай мерекеде тұңғыш президентіміздің күнінде осындай үйді алып отырғаныма өте қуаныштымын. Барлығыңызға рахмет. Я очень даже рада, что получила квартиру. Всем спасибо. Не описать мою радость. Мен бүгін қуанышты кілт алып, жанұямызбен қуанышты күн болып отыр. Рахмет. Бүгінгі мереке бәрі құтты болсын.